Саламатсыздар ма? Бүгін көршіміз Жаннаның туған күніне барып қонақ болып шықтық. Көршілеріміз жиналып, бір жақсы отырыс болды. Көптен бері көргеніміз жоқ көршілермен. Әрқайсымыз өзіміздің тіршілігімізбен кейінгі кезде жүреміз. Енді бүгін Жанна туралы айта кетсем, Жанна өзі өте кішіпейіл, инабатты, бір керемет жан. Өзің ұстаған үйі де таза, еңбекқор, үйінің ішінде әдемі гүлдер өседі. Жасаған дастарханы да керемет. Жаңағы савкусым дейді ғой барлығы. Кірген кезде, демалас үйіне кірген кезде. Кіреберіс табалдырықтан бастап, қол жуатын бөлмеге шейін жарқырап жатады. Мен жалпы таза үйді керемет, таза ұстайтын адамдарды, оқыпты адамдарды ұнатам. Бұның бәрі еңбек қой. Ештеңе жай келмейді. Бәрі таза болуда, оқыпты болуда, тамақты жақсы жасауда бәрі еңбекті қажет етеді. Сондықтан Жанна өте еңбекқор. Жанна жалпы жақсы жар, жақсы келін, жақсы ана. Енесі де өте бір керемет адам. Бүгін тәтеміз келінің туған күніне жаңа көршілердің мойына бір салу орамалдан жауып жатыр. Өзінің түсінігі мол жан екенін көрсетеді тәтемізде. Көп нәрсе үйренеміз ол тәтемізден. Енді Жаннаға бақыт тілейміз. Бала шағасының қызығын көрсін дейміз. Сол үйден қуаныш кетпесін деп тілейміз. Көп нәрсені түсіре алмадым. Бүгін демалғым келді. Оператор болғым келген жоқ.